Енді пирожкиді осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Мен екі түрлі салмамен жасадым. Жасаған пирожкилеріңізді ортасы толығымен пісіп, керемет, өте дәмді болып шығады. Қамырын дайындау үшін ыдысымызға жылы су, жылы сүт, қант, тұз, 2 ас қасық майонез, ерітілген сары май, ашытқы яғни дрожжи, осылардың барлығын араластырып, ұнды 2 бөліп, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Соңында дайын болған қамырымызға кішкене сұйық май тағы бір илеп, бетін жауып, 1-1,5 сағатқа бөлме температурасына көтерілуге қоямыз. Салмасына пияз бен сәбізді жақсылап қуырып аламыз. Үстіне капуста салып, дәміне қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап қуырамыз. Жарты шай кесе суға 1 шай қасық томат салып араластырып, дайын болғанша қуырамыз. Пюрені де алдын ала пісіріп дайындап алдым. Көтерілген қамырымызды 25 бөлікке бөліп, асты жабыспас үшін кішкене ұн қолдансаңыздар болады. Шамамен 15 минут расстойкада тұрған қамырларды осында 1-4-еуін түйіп дайындап аламыз. Барлығын тура осы видеода көрсетілгенде жасаймыз. Алдымен салмасын саламыз да жақсылап түйіп шығамыз. Одан кейін үстінен басып пирожкидің формасын шығаратын боламыз. Екінші салмамыз капуста, оны да дәл осылай видеода көрсетілгенде жасап шығамыз. Барлық пирожкилерді түйіп болғаннан кейін шамамен 15-20 минутқа бетін жауып расстойкаға қоямыз. Осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады, ортасы ашылмайды, толығымен пісіп шығатын болады. Алдымен майды қыздырып аламыз. Орташадан төмен отта пісіреміз екі жағын. Пирожкилерді майға салғаннан кейін шамамен 5 секундтан кейін екінші жағына аударып, осылай аудара отырып пісіріп аламыз. Осымен барлық пирожкилеріміз дайын. Бізге ас болсын.